Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай үй жағдайында дайындалатын медовый тортын дайындайтын боламыз. Соңына дейін менімен бірге болып қолдау көрсетіп отырыңыздар. Подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Алдымен осылай маргаринімізді ертіп алатын боламыз. Міне осылай еріп келді. Еріп болған соң үстіне балымызды құямыз. Балымызды құйып болған соң үстіне ас содасын салып жіберіп қозғап тұрамыз. Яғни осындай реакция болуы керек. Міне осындай түске енгенше араластыратын боламыз. Осындай түске енгеннен кейін газымызды өшіріп 2-3 минутқа қоямыз. Оған дейін 3 жұмыртқамызға қантымызды салып, оны да араластырып аламыз. Міне осылай араластырып болғаннан соң бір қолымызбен қозғап, екінші қолымызбен сұйық массамызды құйып араластырып алатын боламыз. Міне осылай толықтай араластырып болғаннан соң ұнымызды аз-аздан салатын боламыз. Ұнымыздың бірінші бөлігін салған кезде бір шайна ложка разделехтерімізді үстіне салып жіберетін боламыз. Міне осылай кезектестіріп ұнымыздың қалған бөлігінде салатын боламыз. Яғни осындай масса болғанынша жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз осындай болуы тиіс. Енді осы массамызды қасықтың көмегімен 5 бөлікке бөліп, әр бөлігін жеке-жеке осылай пісіріп аламыз. Азғантай ұн шашып, қолымыздың көмегімен осылай жайып шығатын боламыз. Ешқандай оқтау қажет емес. Міне осылай жайып болғаннан соң 250 градуста 4-5 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің кождарымыз толықтай пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай кождарымыз өте нәзік болып шығады. Жұмсақ болып піседі. Енді кождарымыздың барлығы толықтай суып болғаннан соң осылай формасын шығарып аламыз. Біз кождарымыздың шет-шетін блендердің көмегімен үгітіп алатын боламыз. Ендігі кезекте кремімізді дайындайтын боламыз. Осындай ыдысымызға сүтімізді құйып, үстіне қантымызды саламыз. Қантымыздың үстіне ұнымызды салып, жақсылап араластырып, біркелкі болғанша араластырамыз. Яғни ешқандай түйіршік болмауы тиіс. Міне осылай біркелкі болғанынша, ешқандай түйіршік қалмағанынша араластыратын боламыз. Енді орташа отқа қойып, үздіксіз қозғап тұрамыз. Қантымыз ерігеннен соң үстіне сары майымызды салып, қайта араластырып отырамыз. Міне біздің креміміз дайын, оны біз шет-шеті қайнаған арқылы білетін боламыз. Ендігі кезекте тортымызды жинауды бастаймыз. Міне осылай кремімізді ыстық күйінде жағатын боламыз. Яғни ыстық күйінде жағатын болсақ, біздің тортымыз одан да жұмсақ, үлпілдек болып шығатын болады. Егер де сіздерге видеоларым ұнап өз пайдасын тегізіп жатқан болса, қазақша каналымның дамуына өз үлесуіңізді қосуыңызды сұраймын. Яғни подписация батырмасын басып, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар.
кремдерімізді осылай жағып болғаннан соң үгітіп алған кождарымызды барлық жеріне бірдей етіп жағып шығатын боламыз. Міне біздің тортымыз дайын. Енді біз креміміз сіңгенше 2 сағатқа қалдыратын боламыз. Барлықтарыңызға жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте тойымды әрі дәмді торттардың бірі болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Егер де видео ұнаған болса, лайк және подписация батырмасын басып, өз пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Менде алда пайдалы рецепттер көп болады. Кездескенше сау болыңыз.